Сәлем достар, бүгінгі әңгімемізді бастаймыз. Бір қарапайым мысалмен бастайық әңгімемізді. Бір қызға шарт жағдайы өң тұрқы қарайлас екі жігіт бірдей ғашық болды дейік бір уақытта. Біреу айтады, мен сені ғұмыр бойы аялап өтем, арманымның асқары сен, жалғанымның жарығы сенсің, мен бүкіл ғұмырымды сені бақытты ету үшін арнаймын деп үзілсе, енді бір мен саған дейді да, ар жағы көп нүкте болып, кібіртіктеп, өз ойын айта алмай, бір айтқан жеткізе алмай тұрса, енді ода көңілінде ғашық болып тұр, бірақ айтатынын дәп басып жеткізе алмайды. Сол кезде жаңағы қыз қайсына бейім болуы мүмкін? Бұл әрине айдан анық сұрақ. Сондықтан қазақ айтады, өнер алды қызыл тіл дейді. Одан кейін айтқан, сұрауы келсе бермейтін сараң жоқ деп. Және бір сөз бар қазақта, адамның тіліне дейді, аспандағы бұлт азады дейді да. Міне бұл біздегі халқымыздың тіл өнері деген құдіретті қаншалық жоғары бағалайтынының көрінісі болса керек. Ендеше жылқы кісінескенше, адам түсініскенше демекші. Әрбір адам, қоғамдағы әрбір адам сізді киіміңізге қарай, салауатыңызға қарай қарсы алып, сөзіңізге қарай аттандырып салады. Демек, тіл өнері маңыздының маңыздысы. Бір адам үндемей тұрған кезде, бейтаныс кезінде, оның сыртқы бейнесі, түр тұлғасы, киім киінісі өте маңызды. Бұл алғашқы әсер дейміз. Ал әңгімелесе келе, оның сөз сөйлеуімен ұстанымы, өмірлік көзқарасы, іс-әрекет өте маңызды. Ал әңгімелесе келе, оның сөз сөйлеуімен іс-әрекетінің, ойлау формасының одан да маңызды екендігін байқаймыз. Табысқа жеткен тұлғаларға қарап көрсеңіз, әсіресе олардың соңғыға өте мән беретінін, сөз сөйлеуімен ойлау формасын жетілдіруге өте мән беретіндігін байқар едіңіз. Кез келген адамға түр келбетті беру ол табиғатқа байланысты, ол жаратылысына байланысты. Оны таңдап ала алмайсыз. Бірақ сіз өзіңіздің құлшынысыңыз арқылы сөз сөйлеміңізді дұрыстай аласыз, ойлау формаңызды жоғарылата аласыз, өзгеше ойлай біле аласыз. Бұл сіздің құлшынысыңызға байланысты келетін бақыт. Қарапайым болу, бірақ қадірлі болу, бұл барлық адамдардың өмір сүруінің ең үздік нысанасы. Ендеше қазақ айтқан, мен қарнымның ашқанына жыламаймын, бірақ қадірімнің қашқанына жылаймын деп, қадірлі болуды ерекше нысана етіп бағалаған, ерекше биік бағалаған. Ал адамның қадірін асыратын да, қадірін қашыратын да оның сөз сөйлеуімен өзінің ұстамдылығы. Енді маған жиі қойылатын сұрақтардың бір былай, мен қайткенде сөйлеу өнерімді жоғарылата аламын дейді. Мысалы, әп-әдемі ойлаймын, бірақ айтқан кезде көңілдегі көрік тойдың ауыздан шыққан кезде құты қашып, ойым бей-берекет, сөзім бір басқа болып жеткізе алмай қаламын дейді. Осыны қайткен кезде шешен сөйлеп, шебер тілмен жеткізуге болады, осының құпиялығын неде деген сұрақ жиі қойылады. Ендеше мен осы сөзге жауап ретінде фильм мен тіл өнерінің, кітапты оқудың айырмашылығын айта кеткім келеді. Кітап оқысаңыз, немесе тыңдасаңыз, немесе бір керемет шежіре шешен адаммен әңгімелессеңіз, көкейіңізде не қалады? Одан керемет сөз өнері, тіл шеберлігі есіңізде қалады. Бір сөз есіңізде қалады да, ең кемі. Бұл құдірет, бұл керемет нәрсе. Мысалы, Мұхтар Әуезовтың әуеде дымқыл сыз бар деген керемет сөз бар. Сол кезде бір табиғаттың бейнесі көз алдыңызға бүкіл табиғат болып елестей қалады. Ал енді ұлы Абайдың күз деген өлеңінен бір ақ шумағын еске түсіріп көрейікші. Сұры бұлт, түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан дейді. Қарасаңыз, бір күзгі табиғат, бір сүркей кез, бүкілдей көз алдыңызға бір экранша елестеп кетті. Тойғаны белгісіз, тоңғаны белгісіз, бір жарысып жүрген тайлар, бір сол кездегі ауа климатының өзі көз алдыңызға елестетті. Міне бұл сөз өнерінің құдіреті. Сіз сол арада соны елестетумен бірге сөз қолданыстар көкейіңізде қалады, жадыңызда қалады. Енді бір әңгімелесуде сіз соны қолдана аласыз, оның керемет жері. Ал енді осыны бір фильм етіп көрсетсе сізге, мысалы бір күздің суретін көрсетсе, сізге жаңағы сөздер көз алдыңызға елестей ме?
күз екен ғой дейсіз да, сізге әуелі әсер етпеуі де мүмкін. Фильм оны айтып жеткізіп тұрған жоқ, сізге тек қана көрсетіп тұр. Сізге айтып жеткізу арқылы елестету ерекшелігін сондай бір кеңістікті сыйлай алып тұрған жоқ. Сондықтан ғалымдар айтады, экранға телміре беретін балалар кейін сақаудың азақ алдында болып қалуы мүмкін дейді. Өйткені оған тіл өнері ешқандай әсер етіп жатқан жоқ ондай балаларға. Екіншіден, сіз кітап оқыған кезде елестету деген ерекше сезімге ие боласыз. Мысалы, бір әже 10 балаға ертек айтса, сол ертегінің кейіпкерлері, батырлар, сондағы кейіпкерлер 10 баланың көкейінде 10 түрлі болып елестеп жатуы әбден мүмкін. 10 бала емес, қазір миллион балаға бір қуыршақ фильм қойып бере салады, ол ешқандай батырды өз ойында жасай алмайды. Мысалы, бұрын біз ерте өстік деген ертегіні естіп өстік. Ертестік біздің ойымызда мүлдем басқаша. Екі баланың ойындағы ерте өстік деген мүлдем басқаша кейіпкер бар. Ойыңызда жасап алған. Ал сіз оны дайындап жасап ұсына салсаңыз, балаға бір елестету бақытынан айырып тастайсыз да. Біз көбінде болмағанда мультфильм көрсінші деп отырады, күні кешке дейін отырады балалар теледидардың алдында. Сонда неден айырылып отыр? Елестету бақытынан айырылып отыр. Енді жаңағы сіз тойғаны белгісіз, тоңғаны белгісіз, шапқылап жүрген тайларды елестеттіңіз. Дәл сіздің елестетуіңізбен екінші бір адамның елестету ортасы мүлдем басқаша. Мысалы, егер сіз бір егіншінің баласы болсаңыз, сол тайлар егін алаңында шауып жүру мүмкін. Бір үлкен таулы жерде өскен болсаңыз, таулы жерде шапқылап жүру мүмкін. Құмды жерде өскен болсаңыз, құмды жерде шапқылап жүру мүмкін. Сондықтан елестету сіздің өмір тарихыңызбен өте қатысты болады. Енді осының барлығын бір режиссердің түсірген фильмінен көре салсаңыз, жаңағы тек соның көзімен ғана қарай саласыз да, ол кездегі сіздің көкейіңізде ештеңе қалмайды. Сізде естен кетпесте ешқандай тіл өнері қалмайды ол кезде. Енді тіл өнері қалмағанның үстінде сіз елестету, бір нәрсені образды ойлау, мына миыңызда бір ұлы табиғатты жасау деген сияқты бір үлкен бақыттан айырылып қалдыңыз. Ал бұны Эйнштейн айтады да, елестету дейді, білімнен де маңызды дейді. Эйнштейнді білесіздер, ол Эйнштейн осы заманғы физиканың атасы. Оның мысалы, ол анау жарық жылдамдықтарын елестетеді. Бүкіл галактиканы, бүкіл жұлдыздар жүйесін елестетеді. Сондағы заңдылықтарды, сондағы физиканы елестету арқылы ол ғылыми мақалаларын жазып, сол арқылы Нобель сыйлығын алды. Сол арқылы ол өзінің бүкіл салыстырмалы теорияларын жасап шықты. Оның теорияларын ешбір тәжірибеханада дәлелдеуге де келмейді. Ол әлемдік заңдылықтарға байланысты нәрсе. Бірақ кейін келе ол теориялар дәлелденіп жатты артынан. Бірақ соның бастапқы назариялары Эйнштейннің миындағы елестету системасы арқылы барлыққа келді. Елестету қуаты өте жоғары болды. Демек, бір үлкен тапқыр ғалым үшін елестете білу оның сол тапқырлығының жан тамыр іспетті. Барлық тапқырлықтар елестетуден келіп шыққан. Жаңағы Менделеев кестесін айтайық. Ол да соны бір елестету арқылы дүниеге келген. Миында елестей білген алдымен. Бұл өте ғажайып нәрсе. Ал бір жазушымен сұхбаттассаңыз, әңгімелессеңіз, ол бүкіл кейіпкерлерін өзінің миында өмір сүргендей етіп елестетеді. Әуелі сол кейіпкерлерімен атысып тартысып миында түсінде де соны көріп, ғажайып қайшылықтарға ие болып жатады. Бұл құндылықтардың бәрі қайдан келген? Бәрі кітаптан келген. Кітапты оқи келе сол миындағы бір үлкен әлем ашылған деген сөз. Енді адамзаттың сол елестету қабілеті қазіргі ең озық компьютерлердің, жаңа біз айтып жүрген жасанды механизм, жасанды сана, жасанды зерделі интеллектуалды механизмдердің ешқандай қолынан келмейтін ғажайып. Оны компьютерлік жүйемен есептеп шығуға келмейді. Ол тек адамның миында болатын бір ғажайып функция, ғажайып ерекшелік, иқуат. Ал біз содан бейсаналы түрде, ерікті, еріксіз түрде айырылып қалып отырмыз. Егер балаңыздың миы, ойлау қуаты, жасампаздық шексіз болсын десеңіз, ол сондай қиял әлемін миында жасай алу керек. Оның миында сондай әлем болып бір елестету әлем ашылу керек.
сонда ол жасампаздыққа өте бай болады, оның болашағы өте жоғары болады. Ал үнемі теледидарға, фильмдерге телміріп қалған бала осы өмірден алыстай алмайды. Көргенін ғана істейді. Егер сіз баланы сынап көріңіз, бір мысалы кісі киікті сыздеңізші, қалай сызуы мүмкін? Жаңағы ертегі естіп өскен балалар оны өз ойындағы кісі киікті түрліше етіп сыза алуы мүмкін. Ал тек қана теледидарға телмірген бала оны сыза алмайды. Өйткені ода елестету деген нәрсе жоқ. Ол тек көргенін ғана сыза алады, көргенін ғана істей алады. Демек, жаңағыдай жасампаздыққа бай емес. Сондықтан балалардың біз ашуға тиісті ең ірі қабілеті ол жасампаздық жарату санасы. Біз әрқашан оны дайын білімді үйретіп, дайын айтқанды ғана орындайтын етіп тастамауымыз керек. Ол тек орындаушы ғана болып қалады да. Мысалы, күйді жарату бір басқа. Мысалы, қазір Құрманғазы неге жоқ? Қазір әйгілі біздің күйлердің 99% бұрынғы замандарда жаратылған. Мысалы, Адай сияқты, Сарыарқа сияқты керемет күйлер, Тәттімбеттің күйлері барлығы бұрынғы заманда жаратылған. Қазір неге жоқ? Сондай асқақ әндер неге жоқ? Қазір оқыған бала аз емес. Жаңа түрлі консерваториялар, түрлі білімдер, түрлі докторлыққа дейін бітіріп келген жастар баршылық. Бірақ олардың бойында жасампаздық неге жоқ? Олар нотаны біліп тұр да. Сонда нотаны білмейтін Тәттімбетке, Құрманғазыға жетпей қалып тұр. Не үшін? Өйткені олардың миындағы басты жасампаздық әлем ашылған жоқ. Біз қандай естігенімізді, білгенімізді ғана істей аламыз. Өзіміз жаңалық жарата алмаймыз. Қазіргі дүние естігенді, көргенді білу компьютердің де қолынан келіп кетті да. Егер біздің балаларымыз келер ғасырға керекті болсын десек, онда оның жасампаздық кеңістігін ашуымыз керек. Өзіміздің де жасампаздық кеңістігімізді ашуымыз керек. Ендеше, осының кілті қайда, осының көзі қайда деген ол кітап деген. Бірақ кітап оқуды айтсам болды, көп адамдар айтады, сен кітап оқуды дәріптей бересің. Бірақ біз кітап оқысақ болды, уақытымыз бекер кетіп жатқандай, бір нәрсеге абдырап, бір мезі боламыз. Басымыз ауырады. Кітап оқысақ құсқымыз келеді. Ол аллергия береді. Сонда біз қалай істейміз дейді. Кітап оқымыз келмейді жалпы. Соның басқа оңай жолы бар ма дейді. Соған уақыт жоқ дейді. Кітап оқуға уақыт жоқ дейді. Сонда бұл біздің нашарлығымыз ба, әлде кітаптың қызғылықты еместігі ма дейді. Кітаптың нашарлығы ма, автордың нашарлығы ма дейді. Міне бұл үлкен сұрақ. Көп адам басында бар. Мен қазір айтар едім да, кітапты тек қағаздан ғана оқу емес, оны экраннан да оқуға болады. Қазіргі заманда. Түрлі телефоннан, түрлі планшеттерден, түрлі кітап оқуғыш құралдардың бәрінен оқуға болады. Тыңдауға болады. Медиа форматында. Сіз дайын кескінге, дайын фильмға қарап отырмайтын, суретке қарамайтын жағдайда тыңдайтын болсаңыз, сол арқылы елестететін болсаңыз, немесе жазудан оқитын болсаңыз, осының барлық кітап оқуға жатады. Мысалы, бір өлеңді тыңдадыңыз, миыңызда бір әлем ашылды. Алматыға жауған жаңбыр неліктен Астанада жүргенім мені мұң айтты дейді. Мен өзіңді сағынбайды деп кім айтты? Қарасаңыз, қандай бір жүректі дір еткізетіндей сезімі бар өлеңде. Ал осыны түсініп жете алу, осыда бір жаңа жүректің кілтін ашатындай бір құпиялығын білу, осымен тебірен алу, осының өзі бір үлкен эстетикалық сана және сіздің көкірегіңізде, миыңызда бір кеңістіктің бар екендігін білдіреді. Біз ол үшін нені білуіміз керек? Біз ол үшін кітап оқу мен фильм көрудің мүлдем айырмашылығы бар екендігін білуіміз. Өзімізге өзіміз уақыт ажырата білу дегеніміз, өзіміздің бар назарымызды шоғырландыра алатын, бәлкім 10 минут, бәлкім 1 сағаттық уақытты күніге таба білуіміз керек. Өзім ең жақсы көретін уақытым бір жұмысқа болсын, бір кітапқа болсын, бір шығармаға болсын, бар зейінімен басқа нәрсені ұмытып тұрып оқыған кезім, немесе соған беріліп үйренген кезім. Ал сол кезде сол білім адамға қонады. Ал енді бір жағынан телефон шығып отырып, бір жағынан көріп, біреумен сөйлесіп отырып, бірдеңені оқып отырсаңыз, одан нәтиже шығады деп ойламаймын.
бір жақсы адаммен, бір білімді адаммен кезіккенде барлығын, телефонды да барлығын сөндіріп тастап, сонымен бір емен жарқын 2 сағат әңгімелесу, бұл да үлкен кітап оқумен тең деп санаймын. Демек, жазуды оқу немесе тыңдау бұл кезде тіл өнері бірінші орында тұрады. Ал сіз соған сурет қосылып кеткен кезде, фильм қосылып кеткен кезде, тіл өнері екінші орынға түсіп қалады. Назарыңыз соның суретін алып кетеді. Мысалы, фильм көріп отырған адам анау көріністерге назар алып кетеді. Онда тіл өнері есінде қалмайды. Онда сөз сөйлемдер есінде қалмайды. Онда көкейінде бір керемет кеңістік ашылмайды. Өкінішке орай, біздің өте көптеген адамдарымыз осымен уақыт өткізеді. Содан ертеңгі күні айтады, мен айтар ойымды жеткізе алмаймын. Бір жаңалық жаратып аша алмаймын. Не үшін дейді? Осыны бір дереу өзгертіп жіберетін дәрі бар ма, амал бар ма дейді. Жоқ, бұл дереу өзгерте салатын нәрсе емес. Бұл сіз біртіндеп жинайтын сіздің рухани негізіңіз, тағаныңыз. Демек, біздің ең үлкен қателігіміз сол тіл өнерінің нарқын бағалай білмеуіміз. Қазақта қазанда не болса шөмішке сол ілінеді деген нақыл бар. Сіздің қабылдаған біліміңіз, жинаған сөздік қорыңыз, тіл байлығыңыз, қабілетіңіз осының барлық оқығаныңыздан, естіген, тыңдағаныңыздан келеді. Ал ол жетерсіз болған жағдайда, біріншіден ойлап елестете алмауыңыз мүмкін. Біреу айтқанды түсінбеуіңіз мүмкін әуелі. Екіншіден, ойлағаныңызды айтып жеткізе алмауыңыз әбден мүмкін. Мейлі бұл жаңағыдай жұбай таңдап сөз салудан бастап, бір кәсіпкерлік кездесуге дейін, бір жерде сабақ өтуге дейін, лекция сөйлеуге дейін, бәріне қамтылуы мүмкін да. Бұл өміріңіздің көркі деген сөз. Ойлай алмау қандай қорлық, оны жеткізе алмау одан да қорлық. Сондықтан жастарға осыны өзгертетін үлкен мүмкіндік бар. Қарасаңыздар, шетелдіктер үнемі қолынан кітабын тастамайды. Кітаптан оқығанмен телефоннан оқығанды тағы екі басқа санайды. Біз болмағанда кітаптан оқымасақ та телефоннан оқып, назарымызды шоғырландыра білсек болды. Бұл бір керемет, сырлы хикмет, қолдан келмейтін нәрсе емес. Оны сырластыруға болмайды. Ол ақырын ілгерлеп, ақырын тағанын қалаудан шығатын өз биігіңіз. Сонымен бүгінгі ой бөлісуім соңына жетті. Бұл қабілеттіңіз біртүрлі әдет дағдыдан келіп шығады. Түсініктен келіп шығады, парықтаудан келіп шығады. Демек, кітап оқу мен фильм көруді парықтау, олардың айырмашылығын ажырату, сіздің өміріңіздің өркен жайып, кейін ұлы жетістіктер жаратуыңыз үшін үлкен негіз, үлкен таған. Сіздерді санаңызды фокустап, назарыңызды шоғырландырып, бір кереметті үйреніп алатын, бір жетістікке жететін бағыт пен бақыттан айырмасын деп тілеймін. Сіздермен ой бөліскен Ықылас Оразбай.